Ассалаумағалейкум қазақ ел. Так, бүгін біз даладағы аңшылық тамағын пісіреміз. Қырғауыл және ухамен араластырып. Енді неден интернет желісінде бұл шүлеуім деп неше түрлі деп айтып жатады. Даланың тағамы кәдімгі аңшылардың күнделікті істейтін тағамы. Кеттік ал, бісміллә.
теу шортан. Қалай? Ойламаған жерден қыс бойы ұстай алмаған шортан түсті ғой. Жа бір балықты салып қоя салғам тұғым. Тамаша. Сақ қойық. Мен садогым ішіндегі балықтар жек қойма бірақ. Уға қайнады. Оны алып қоя тұрамыз қазір. Мұнда алып қоя тұрайық. Әзірше. Бір фазанды, қырғауылды, бір қырғауылды турап, қазір қосып жібереміз. Көжеге, сорпа, шулемға. Бірінші қуырып аламыз бұны. Оқ шығып отыр ғой. Оқ. Бестік оқ қой, қорғасын. Асан қайда? Так. Бірінші мына қырғауылдың етін шамал көжеге салмас бұрын ұрып жұмсартып алу керек. Жақсы болады сонда. Жұмсақ әрі тез піседі. Қыстың күні аулаған қырғауыл холодильникте жатқан үйде. Соны бүгін балыққа алып шықтық әдейі. Ал майқысы. Бері далаға шыққан жоқпыз. Сонымен бүгін маусым ашар алғашқы балыққа шығып шамал балық аулап қайтайық деп кішірек балықтар түсіп атқан. Бір үлкен біреу алдым. Сөзі кішірек жаңа бір шортан енді. Ана шортанның салмағы шамамен бір 5 келідей бола ма? Қанша келі болатын білмедім енді. Жаза кетіңіздер қанша болатын. Қызықтың бәрі алда. Бірінші қуырып алайық. Қазір көресіздер. Болды. Қырғауыл пісті. Қуырып алдық, қырғауылды. Енді қазір ненің сорпасын, балықтың сорпасын қайтадан қойдым мұнда. Енді қазір балықтарын сүзіп алам.
балықтарын сүзіп алып тастаймын. Мына сорпаны айтсай. Мына қылтанақтарын, кейбір балықтардың сүйектері түсіп қалса, солар шамалы. Мен сүзіп алып тастап отырмын. Үйде пісірсеңіздер, мынаны дұрыстап сүзіп алуға болады. Біз енді далада осылайынан жеткілікті. Мына қырғауылды енді қайтадан балықтың сорпасына саламыз. Қуырып алдық. Көзім ашып отыр. Тамаша болды ғой кәдімгідей. Мынаны енді қайнатып, осында пісіріп аламыз. Мына майы керек жоқ. Төкіп тастаймыз мұны. Шамал тұз қосып жібереміз. Тұздап, бұрыштап. Бұрыштап жіберейін шамал. Әдемі болады бұрыштың дәмі шығып тұрған. Картошкаларды жуып алдық. Сыртын ашмаймыз, осылай сала береміз. Даланың тамағы болғаннан кейін, аңшылық тамағы болғаннан кейін осылай салуға керек. Бүгін дала жел болып тұр. Дауысымыз естіліп жатыр деген үміттеміз енді. Дауысым естілмей шығып жататын болса, кешіресіздер. Мына сәбізді де осылай үлкен қып. Пиязды да төртке бөле саламыз, үлкен қып болды. Мына жерде сарымсақ түсіп кетті. Тамаша. Күшті отыр. Қайнасын қайттан. Bismillah, pісіп қалды. Bismillah. Шайнекті қоя салайық. Қайнай берсін. Мәссаған. Мындай қоя тұрайық. Қараңыздар.
сайын бір сәбіз жуасынан және қырғауыл. Қырғауыл так сорпасын дайылып қоямыз. Мынау менің әйеліме, мынау өзіме. Сорпасынан қойық. Бисмилля. Укроптан укроп салып алайын. Көзім ашып кетті. Мынаны солай үзіп қоямыз. Бисмилля. Сорпасын көрейік бірінші. Тамаша болды. Бәрі даланыкі. Мынау суы да өзендікі. Қырғауыл. Өзім атқан, қыста атқан қырғауылым. Қалайыңде тұрған, бисмилля. Қырғауылдың еті деген тамаша. Кімге ұнаса, істеп көріңіздер. Тамаша. Сорпасы кәдімгі балықты бірінші уха дейді ғой. Балықтың сорпасы оған бірінші. Екіншіден қырғауылды қуырып алдым. Сосын қайтадан сорпасын құйып. Балықтың да дәмі бар. Қырғауылдың да дәмі бар. Сыртын үйткен, былайша айтқанда, түтін ыстың да дәмі бар.